Алматы жастары бойынша тағы бір лайфхак, ол былай: сіздер уже одобрение алдыңыздар, направлениелеріңізді алып, отбасы банкке барып, мен айтқандай онлайн немесе офлайн барып, сіздер уже одобрение алдыңыздар, 20 миллион, 18, 19 миллион алып жатырсыздар. Вот, риэлторский услуга алғандар, сопровождающий алған кісілер банкке өздері барып сандалмай-ақ онлайн түрде одобрениелерін 20 миллион максимум кредиттеріне одобрение алып алды. Қазір отбасы банктың ғимараттарын, зданияларын көрсеңіздер, кезек сыртында тұр, көшеде тұр. Неге? Потому что қазір наурыз жұмыскер, Алматы жастары барлығы через отбасы банк. Тем более ертең 24 мамырдан бастап кезекке тұру, оларға кезектегілерге үйде тұрады, отбасы банкке берілген кезде ол министрдің записі сияқты болады, отбасы банкке жазылу. Енді лайфхак мынандай: заранее дайындалып үйді тауып қойған кісілер 45 күнді күтпей уже оформить етіп жатыр. Көбісі квартирада тұрады, сразу өз үйіне көшіп барғысы келеді. Енді сіздер ипотеканы оформить еткен кезде желательно аз уақытқа жасауға тырысыңыздар. Неге? Себебі оны ұзақ уақытқа оформить еткен сайын оның переплатасы көп болады. 5 миллионнан бастап ары қарай кетіп қалуы мүмкін. Егер сіз оны менеджер сізге ашып айтпауы мүмкін. Давайте 8 жылға есептейік, сол кезде сіз 170-180 мың төлейсіз айына. 14 жылға есептесеңіз 140-145 мың төлейсіз. Үстіндегі сума 30-25-40 мың ақ теңге ғой, разница деп сізге олай предлагать етпеуі мүмкін. Сіз өзіңіз инициатива танытып, 19 жыл десе, давайте 14 жылды көрейікші, менің табысым жете ма, қалай болады, 8 жылды көрейік деп өзіңіз инициатива танытып отыра бермей, әр жылды есептетіп көріңіздер. Сол кезде сіздер түсінесіздер, қаншалықты кредитті аз уақытқа оформить етсеңіз, соншалықты сіз переплатаны аз төлейсіз. Сізге ол көрінбеуі мүмкін бірінші кезде. Сізге есептеп береді 141 мыңнан 14 жыл төлейсіз деп. Вроде 140 мың айына нормально. 14 жыл тоже көп емес, тез өтіп кетеді. Одан сізге айтасыз, 8 жылдан кейін жилищный займға өтесіз, процентіңіз 3-5 болады деген сияқты. Ол кезде дейсіз да, мән бермейсіз. Ал сіз 141 мыңнан 14 жылға есептесеңіз, сіз алған 18 миллионды сіз банкке 23 миллион қылып қайтаратын болып шыға келесіз. Сондай минимальный сумма, минимальный сроктан адам байқамай қалуы мүмкін. Негізі аз уақытқа есептетіп барлық вариантты көріңіздер, менеджер айтпаса да.